Bolsa da hop buna eşkimde oylama Başkalarga dal özüngdey. Bunun kачествосы başka enduralardan izleyip 10'dan 15'ten alып жатат ол. Былай карап отсаңыз, артыкчылыктарда сатылымга деген документ Armanlar orundalar Maqsadın. Assalamu alaikum dostlar. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің нарыққа келіп жеткен KX3 KX3 мотоцикл. Байқадым сен ауадайсың Мен үшін дым қайырмайсың. Я взлетаю как ракета, для меня вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Я взлетаю как ракета, для меня. Наличие қолда тек қана бір сатылым ортасында бар, яғни желмаяның делілерін алған. Желмаяның яғни патентінің иелері осындай KX3 деген 2019 жылы Қытайда өндіріліп шығарылған және Қытайда сатылымға деген документі толмағандықтан ба ол жағын белгісіз заводта тұрған жерінен біз осы жылы өткізген болатынбыз. Бұл яғни оригинал мотоцикл, оригинал индура болып бұлар саналады және бұның бағасында біз лайықты заводта басылып қалған себептен біз арзанға алып өткізіп отырмыз. Себебі Қазақстанда ауыл шаруашылық жерлеріне, тауға, степке жаңағы әр жерлерге бұл жарамды, яғни алып айтатын болсақ, өйткені бұның качествосы басқа индуралардан қарағанда жақсы делініп саналады. Сондықтан интернеттен де қарап көрсеңіздер болады, мына жақтағы жазуларды жазып отырып деген сияқты. Так, мотоциклдің өзіне көшіп обзорын бастап кетейік. Ең бірінші алдыңғы доңғалақтан 21 размерлі спис доңғалақ, протекторлардың өзінеки қалың, қаттырақ болады, качественный, тоже қатты. Так, амортизаторына келетін болсақ, амортизаторы тоже үлкен. Қазіргі нарықта жүріп атқан 06 индура мотоциклімен алдыңғы амортизатор бірдей болады, бірақ бір артықшылығы мына жерде регулировкасы, яғни теңшейтіні бар екен. Бұның қалай қолданылатынын мен өзім білмедім, бірақ мына жерде жазылып тұр қалай бұрау керектігіңізді. Оны кітаптан көріп істеп алуға болады. Және ки читок бұл жерде электронный болып келген екен. Мінекей мына жерде газдың тахометрі 1-ден 11-ға дейін, мына жерде спидометр. Так, бензин бак. Так, принцип мына жерде скорость көрсетіледі. Мына жерде қазір нейтралка жанып тұр, яғни нейтралкада тұр. Мына жерде бензиннің датчигі, дальний поворотниктар. В принципе, чистоктан айтатын болсақ осы, руль тоже бір сызықтың бойымен істелінген, бірақ алып жатқанда ұстап көрсеңіздер көрінеді, камерадан көрінбесе де, бірақ качество, яғни сапасы бар екені көрініп тұр. Екі жақ пульттары классический обычный болады, бұлар мына жерде заводтаймыз. Бұл өшіріп тамызатын кнопкамыз, ажыратып қосатын. Бұл фар қосады, дальний, ближний фарлары, сигналдың дауысын естіп Опа. В принципе, бұл шлангіге айтатын болсақ, бұл жай ғана воздух екен. Индуралардың бәрінде бар, қарап отырсаңыздар. Так, орындық 2 адамға арналған. Оны қайдан білеміз? Подножка 2 адамға арналған. Водительский, пассажирский, артқы багажник. Так, тоже. Былайша айтқанда, көп алып қосар көп ештеңе жоқ. Бұл жерде обычный индуралардікі тек қана темірі сапасы болмаса, бұл жағын ұстап көрсеңіздер білесіздер. Так, моторы 250 куб спорт моторы. Так, бұл жерде стартер орналасқан. Мотоциклдің моторы, бұл жерде серый цветті орналасқан екен мотоциклдің моторы. Бұл цеп мотор, бұл өте качественный мотор деп мен сіздерге гарантия бере аламын. Өйткені болған 1 жыл гарантиясы жүріп жатыр.
Так, бұл жерде амортизатор бұл воздухпен, желмен, яғни желмен ұстатылады. Үлкендігі де жақсы, былайша айтқанда. Качество бір қарағаннан көрініп тұр деп айта аламын мен сізге. Бұл мотоциклді мен сіздерге совет беремін, чтобы алуға ешқандай қорықпай ала берулеріңізге болады. Өйткені өзім көзіммен көріп, осыны өзім жүргізіп, обзорын жасап атқаннан кейін алдын ала тексеріп көріп алғандықтан сіздерге айтып отырмын. Рамасы бұл жерде тоже мынандай артықшылық недер қосылған. Рамаларының өзі бұл жерлерде мына артқы жақтарының бәрінде алып кететін болсам, кәдімгідей качество, яғни сапасын көре аламыз нөл-алтылардан қарағанда. Өйткені бұл жерде артықшылық қосылған. Бұл нөл-алтыларда жоқ, сенбесеңіз барып қарап көрулеріңізге болады. Анда жақта тұр бізде нөл-алты. Алла, цеп обычный 520-лық звездочка. Бұл жерде бір алып қоса кететін жағдай мягкий соединение дейді. Яғни бұл жерде ондай орнатылмаған, себебі бұл жай ғана спис доңғалақтың дисковейдің өзіне орнатылған анандай болттармен. Бұл несі артықшылығы бар деген кезде, бұл жерде сіз жүрген кезде жаңағы мягкий соединениені көп ауыстырып жатады. Сенбесеңіздер, оны мотоцикл жүріп жүрген адамдармен сұрасаңыздар да, ол кісілер айтып береді. Мягкий соединение қандай болады? Мен сіздерге қазір мягкий соединение көрсетіп жүрейін. Мінекей. Бұл мотоцикл айдап жүретін кісілер өздері түсінеді. Бұл мягкий соединение осы звездочканы ұстап тұруға арналған мынандай құрылғымен. Ал бұл сіз жаңағы скоростқа салып резко сцеплениені қой берген кезде бұл резинканы жеп отырады. Және бұл жиі айырбасталынады. Көп кісілердің проблемасы жаңағы бізде резинканы айырбастайды, көп кісілер іздейді, 10-нан 15-тен алып жатады. Ол былай қарап отырсаңыз артық шығын деп саналады. Ал бұда ондай жоқ, тек қана бұл жерде сапасы жақсы звездочка салынған, және жаңағы біздің мына резинканың орнына жай ғана списке орнатылған мынандай болттармен шестигранник көріп отырсаңыздар. Және бұл тек қана сеп тозып, үзіліп кеткен жағдайда қана сіз септі ғана ауыстырасыз. И звездочканың жаңағы тістері ұштанып кеткен жағдайда қана звездочканы ауыстырасыз. Және оны ауыстыру қиын емес. Мінекей болттармен ауыстыра саласыз. Артықшылықтарын айтып жатқан себебім, сеп тарту басқа мотоциклдерден қарағанда өзгеше. Бұл интернетте қарасаңыздар да оригинал мотоциклдердің сыртқы рамаларымен бұл былайша айтқанда бірдей. Сыртқы түсі жақсын түс. Так, басқа не алып қосар бар? Бізде көп уақыт үзіліс болды, 2,5-2 айда үзіліс болды. Сондықтан түсіністікпен қараңыздар, уақыт болмай кетті, тауарлар келіп, жұмыстар болып, түсірмей кеттік. Енді алдағы уақыттарда видеолар осылай шығып отырады. Жаңа поступлениеден бастап түсіріп отырмын. Жауап кеткеніме ренжімеңіздер, комментарияда көп кісілер іздеп жатты. Және де бұл мотоциклді қалай алу және бағасын айта кетейін. 520 мың теңге, бұл менің ойымша ең бұған сай баға деп айта аламын. Және де бұны қалай тапсырыс бересіздер, қалай ала аласыздар, Алматы қаласынан қалай алып кете аласыздар, оның бәрі астыңғы жақта описаниеде жазылатын болады, номерлері, қандай кісілермен бәрі проверенный, жаңағы тексерілген, сенімді кісілер. Сондықтан заказ берулеріңізге 100% болады. Рахмет сіздерге. Armanlar orundalar Maqsadın aniq bo'lsa